Мен өзім лично психолог болып болдым. Қайырлы күн, энерго арулар бағдарламасына шақырғандарыңызға рахмет. Менің атым Омарова Назгүл Дайырғалиқызы. Жұбан университетін тамамдағам. 2009 жылы осы энергосистема кіріп кеттім. Негізгі мамам өзім мұғаліммін, бірақ та осы салада басында кірдім. Содан әлі күнге дейін жұмыс істеп жатырмын. 17 жыл болды. Адамдармен қарым-қатынасым, жұмыс істегенім, жан-жақты көп тәрбие алдым деп ойлаймын. Контроль жұмыс істегесін, көрсеткіштерді аламыз. Жақсы тығаняқты қылып алып, есептерге өзіңнің жұмысыңды жақсы меңгеріп жұмыс істеу деп ойлаймын. Таңертең бір күндік жұмысымыз бұл отчет тапсырамыз. Бастықтың берген тапсырмаларын орындауға жұмысымызға шығып кетеміз. Барасың, бір үйге кіре аласың, бір үйге кіре алмайсың. Біреудің иті бар. Иттен де қаштық. Біздің жұмыстың сол қиыншылықтығы эмоцияға берілмеу керек. Жұмысқа барғанда адамның состояниесін қарау керек. Қиындықтары мынау қыстың мына боран болған кездерде, аяз болған кездерде учаскеңде кілжирейлер жоспарын орындауың керексің, берілген тапсырма орындалу керек. Күніне 100 үйге кіруіміз керек қой. Өзімнің жауапкершілігім таңертең жұмысқа 1 сағат бұрын барып отырамын. Принципім солай, істелмеген жұмыстарымды істеп, актілерімді толтырмаған. Отбасым солармен бірге қыдырғанды жақсы көреміз. Негізі ас дайындауды жақсы көремін өзім. Наурыздар болып жүргенде бәрі маған қарап отырады, бізде өзіміздің поварымыз бар деп. Қызым да қазір энергетика саласында оқып жатыр. Мәліметтерге тарифтердің қалай бөлінетінін, қалай көбейтілетінін, неше күнге есептелетінін бәрін жаймен түсіндіріп жатам, жай есептерімді. Соның бәрін қызым көріп, маған қарап, үйреніп, өзі таңдаған энергетика саласын. Контролер болып жұмысқа келгенде сразу алған жоқпын. Бір ай стажировкада жүрдік. Сол уақытта менің үйретіп, маған жол көрсеткен Сара деген апайым болды. Ол қазір пенсияға шығып кетті. Айтатын еді маған, бұл жұмыста ұстамдылық, тәртіп, өзіңнің берген жұмысыңа ұқиятты бол, ұқыпты бол, солай жол көрсетті. Ол кісіге мында бір рахмет. Біздің өзіміздің бірінші участок жұмыстары мықты, керемет, байсалды, сабырлы, өте жақсы атал жандар. Ауызбіршілігіміз мол, көмектесуге дайын тұрамыз бәріміз. Әрқашан қолдап жүреміз. Жұмыс бір-бірімізбен тату-тәтті. Біздің салада да қиыншылықтар кездесіп жатады. Мысалы үшін абоненттерге барып счетчик шешеміз деп барғанда тіл табыса алмайды. Бұл жерде енді біз әйел адам болғасын, ол кісілермен сөйлесіп, шеше алмаған счетчигімізді алып шығуға тырысамыз. Әйел адамның бір сол жері басымдау ер адамдарға қарағанда. Энергетика ол өмір бойы жұмыссыздыққа қалдырмайды адамды. Адамдардың күнделікті қолданатын ресурстарының бірі. Жас буын қайтарым энергетика саласын таңдаңыздар. Өмір бойы жалғасып келе жатқан сала деп ойлаймын. Энерго арулар бағдарламасына шақырғандарыңызға үлкен рахмет. 4 шығарылым бойы көрермендер энергетика саласындағы арулардың еңбегімен танысты деп ойлаймын. Қолдауларыңызға рахмет.